Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Өткен сабақта сендер етістіктің негізгі және туынды болатын білдіңдер. Ал бүгінгі сабақта болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтайсыңдар және сызбаны қолданып салыстыра сипаттау мәтінін құрайсыңдар. Балалар, берілген етістіктерді оқып, сөздерді салыстырыңдаршы. Жүз, жүзбе, жаз, жазба, күл, күлме, бар, барма, төк, төкпе, тақ, тақпа. Осы сөздерден қандай айырмашылық байқадыңдар? Жүз, жаз, күл, бар, төк, тақ сөздері болымды етістік. Жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа сөздері болымсыз етістік болады. Неліктен олай болады екен? Балалар, етістік болымды және болымсыз болып бөлінеді екен. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жүзбе, жазба. Жүз сөзі болымды етістік. Оған бе жұрнағы жалғану арқылы жүзбе болымсыз етістік жасалынды. Жаз сөзі болымды етістік. Оған ба жұрнағы жалғану арқылы болымсыз етістік жасалынды. Болымды және болымсыз етістіктерді толық білу үшін мына кестеге назар аударыңдар. Болымды етістіктің соңғы дыбысы дауысты және үнді ыл, ыр, и, у дыбыстарына аяқталса, ма, ме жұрнақтары жалғану арқылы болымсыз етістік жасалынады. Жуан дауысты дыбыстарға ма жұрнағы, жіңішке дауысты дыбыстарға ме жұрнағы жалғанады. Мысалы, оқыма, жүрме. Болымды етістіктің соңғы дыбысы ұяң з, ж және үнді м, н, ың дыбыстарына аяқталса, ба, бе жұрнақтары жалғанып болымсыз етістік болады. Мысалы, жазба, жүзбе. Болымды етістіктің соңғы дыбысы қатаң дауыссыз дыбысқа және ұяң б, в, г, д дыбыстарына аяқталса, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы болымсыз етістік болады. Мысалы, тақпа, төкпе. Балалар, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін бірге оқиықшы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Балалар, өлеңді ары қарай өздерің жалғастырыңдаршы. Тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жарайсыңдар балалар, бұл өлеңді сендер де жатқа біледі деп ойлаймын. Енді осы өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсыңдар? Ойланып көріңдерші. Я балалар, Абай атамыз бұл өлеңінде ғылымның, білімнің, адам өміріндегі мәнін, оған жету жолдарын ұсынады. Абай адамның жақсы қасиеттерін, білімін арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым дейді. Ал адамның білімін арттырмай, нағыз адам болып қалыптасуына кедергі келтіретін өсектен, өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, орынсыз мал шашудан, яғни ысырапшылдықтан сақтандырады. Ғылымның үлкен қазына екенін айтып, оқу білімге құштар болуға шақырады. Балалар, енді осы өлеңнен болымсыз етістіктерді табайық. Болымсыз етістіктер: таппай, мақтанба, таппай, баптанба және шаттанба. Енді осы етістіктерді сөз құрамына талдайық. Тап,
түбірі, па болмыс етістіктің жұрнағы, и жұрнақ. Мақтанба, мақта түбірі, ын жұрнақ, ба болымсыз етістіктің жұрнағы. Таппай, тап түбірі, па болмыс етістіктің жұрнағы, и жұрнақ. Баптанба, бапта түбірі, ын жұрнақ, ба болмыс етістіктің жұрнағы. Шаттанба, шат түбірі, тан жұрнақ, ба болымсыз етістіктің жұрнағы. Балалар, сызбада берілген сөздерді оқиық. Бірінші сызбада болма болымсыз етістігі қатыгез, әдепсіз, тәртіпсіз, өтірікші, қорқақ сөздер берілген. Ал екінші сызбада болымды етістігі шыншыл, әдепті, мейірімді, тәртіпті, өжет сөздер берілген екен. Енді осы сөздерді қатыстырып, салыстыра сипаттау мәтінін құрастырыңдар. Құрастырып болсаңдар, мен өз нұсқамды оқып берейін. Әлиханның атасы өте ақылды, парасатты жан. Немересіне үнемі ақылын айтып, жөн сілтеп отырады. Бірде атасы, балам, қорқақ, қатыгез, өтірікші, тәртіпсіз, әдепсіз болма. Ондай әдеттерден аулақ бол. Өжет, шыншыл, тәртіпті, әдепті, мейірімді бол. Бойында осындай жақсы қасиеттер бар баланың болашағы жарқын болмақ деді. Атасының ақылы Әлиханның жадында жаттаулы. Жарайсыңдар балалар, сендердің де нұсқаларың өте жақсы болды деп ойлаймын. Берілген мақалдарды жатқа айтыңдар. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама. Енді осы мақалдардан етістіктерді табайық. Оларды болымды және болымсыз етістікке ажыратайық. Болма болымсыз етістік, бол болымды етістік. Сөз құрамына талдайық. Бол түбірі, ма болымсыз етістіктің жұрнағы. Бол түбір сөз, болымды етістік. Санама, сан түбірі, а жұрнақ, ма болымсыз етістіктің жұрнағы. Енді балалар, тыйым сөздерді көшіріп жазып, есте сақтаңдар. Құмырсқаның илеуін, қарлығаштың ұясын бозба. Сүт өнімдерін жерге төкпе, нанды бір қолмен үзбе, малды аяғыңмен теппе, бас киіміңді теріс киме. Сөйлемдерден болымсыз етістіктерді тауып, сөз құрамына талдайық. Бозба, боз болымды етістік, ба жұрнақ, яғни болымсыз етістік жасалынып тұр. Төкпе, төк түбірі, пе болымсыз етістіктің жұрнағы. Үзбе, үз түбірі, бе болымсыз етістіктің жұрнағы. Теппе, теп түбірі, пе болымсыз етістіктің жұрнағы. Киме, ки түбірі, ме жұрнақ. Бәрекелді балалар, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Шашылған бөлшектер берілген. Осы бөлшектерді дұрыс құрастырсаңдар, мақалды оқи аласыңдар. Қанеки құрастырып көріңдер. Қандай сөз шықты екен, тексерейік. Өткен, іске, өкінбе. Яғни, өткен іске өкінбе деген сөз шығыпты. Иә балалар, өткен іске өкінгенімізбен оны қайта өзгерте алмаймыз. Сол себепті өзіміз өткен іске өкінбейтіндей әрекет жасауымыз керек. Мұндағы болмыс етістік өкінбе сөзі. Олай болса балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта нені үйрендік? Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын тауып, оларды ажыраттыңдар. Салыстыра сипаттау мәтінін құрадыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.